Ал мінекей құрметті көрермендер, мен тура өзім үйреткендей, тура осылай етіп, жастықтың тісін айналдыра тігіп шықтым. Міне көріп тұрсыздар, айтқан едім бастағанда тура осылай схема салып, сол схема арқылы тігу керек деп. Мінекей мен тігіп шықтым. Енді тек қана матаның екі басын қосу ғана қалды. Көргендеріңіздей мен кішкене матаның басын қалдырғанмын да конца тікпей. Өйткені екі матаның басын қосатын кезде бізде осындай схеманың дұрыс қосылуына қарау керек. Яғни мінекей бізде бір схемамыз оң жақта басталса, бұл жақта жалғасы сол жақта жалғасуы керек. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, бір жерде қайталанған схема қайтадан екінші сол тор көзде қайталанбау керек. Өйткені жастық қосылып тігілген кезде бір-біріне үйлеспей қалады. Мінекей тура сондықтан мен тура солай әдемі шығып, стартап сызықтар бойынша дұрыс қосып алу үшін алдын ала тура осылай етіп қолмен көктеп шықтым. Міне көріп тұрсыздар, бұл екінші бетінде де тура осындай екі схемасы да екі жаққа қарап тұр. Яғни біздің жастығымызды соңына шейін тіккен кезде біздің схемамыз бір-біріне үйлесімді болып дұрыс шығатын болады. Ал мінекей енді жастығымызды айналдыра екі басын қосып тігіп алдық. Ендігі кезек жастығымызды бууға келді. Енді жастығымызды буатын боламыз. Ал енді жастығымызды буып бастайық. Мінекей мен жіп өткізіп алдым. Жібімнің қабаты бұл жерде 4 қабат. Сіздер 6 немесе одан да көп қабаттасаңыздар болады. Өйткені жастықтың үстіне салмақ түскен кезде ол жыртылып немесе жібі үзіліп кетпейтін болады. Болған кезде бізде осындай сызықтар болады. Схеманы салған кезде соңына шейін салған болсаңыздар білесіздер. Көргендеріңіздей болған кезде біз тура осылай етіп, сол сызықтарға қарай отырып, қолмен көктеп шығуымыз керек. Ал мінекей жастығымызды айналдыра көктеп алған соң, шеттерін қолдарымызбен тура осылай етіп дұрыстап, тартатын жерін тартып, реттейтін жерін тура осылай ретке келтіріп алуымыз керек. Ал тура былай реттелместен алдын байлайтын болсаңыздар, яғни буатын болсаңыздар, жастықтарыңыз сүйкімсіз болып, матасы да дұрыс орналаспайтын болады. Ал осылай еткен жағдайда керекті ғана маталар осы ортаға жиналатын болады. Артық маталар шықпай кетеді. Ал мінекей соңына келген кезде мінекей барынша қатты тартып, бұрыштарын бір-біріне жақындатып, тура осылай етіп қатты қысып байлап қоюымыз керек. Мінекей жастығымызды буып дайындап алдық. Ендігі кезек бізде бұл жерде біз жастығымыздың ішін асықпай синтепонмен толтырып шығуымыз керек. Одан кейін тағы да қайтадан айналдыра көктеп шығамыз. Ал мінекей құрметті көрермендер, мен өзім үйреткендей синтепонды ішіне салып алдық. Ендігі кезек тура осылай етіп айналдыра қайтадан көктеп шығуымыз керек.
Ал енді айналдыра көктеп алған соң, енді жібімізді бар күшімізбен тартып, қатты буып қоюымыз керек. Тағы бір айтатын жайт, егер сіз осы буылатын жерін қатты буып, бұрыштарын бір-біріне дұрыс қоссаңыз, сіздің түймеңіз әдемі тұратын болады. Мысалға, сіз түйме қолдансаңыз да, брошка қолдансаңыз да, қанттай болып, көзге бір әдемі көрініп, өте ұқыпты тұрады. Ал мінекей біздің буф жастығымыздың беті дайын, ендігі кезек тек қана түймесін қадауға ғана келді. Ал мінекей мен түймеге осындай түйме алдым. Бұл түймеміз кәдімгі пальтоның түймесі секілді үлкен түймелер бола береді. Енді түймемізді алып, жібімізді өткізіп алуымыз керек. Бұл жердегі жібімнің қабаты менде 6 қабат. Сіздерде одан да көп қабаттап ала беріңіздер. Өйткені түйме кез келген уақытта бөлініп немесе үзіліп кетуі мүмкін. Түйменің жібі яғни. Ал енді үстіне жапқышымызды кигізіп, түйменің үстіне жапқышымызды кигізіп, байлап немесе тігіп қоюымыз керек. Маған ыңғайлысы байлау, мен сол үшін байлап қоямын. Ал енді біздің түймеміздің сырты дайын болды. Ендігі кезек өткізіп алған екі жібіміздің басын қосып, мінекей түймеде өткізіп алған екі жібіміздің басын қосып, көктеуге арналған инемізге өткізіп, жастықтың арғы бетіне өткізуіміз керек. Ал мінекей түймемізді жастықтың бергі бетіне өткізіп алдық. Ендігі кезек инемізді шығарып, жібімізді дәл ортасынан қайтадан екіге бөліп, екі жіптің біреуіне тағы да түймені өткізіп алуымыз керек. Содан соң түймемізді өткізіп алған соң, асықпастан екінші жапқышымызды кигізуіміз керек. Ал мінекей түймеміз дайын екен. Ендігі кезек бір қолымызбен түймені тартып басып, астында жатқан, яғни жастықтың арғы бетінде босап жатқан жіптерді бері қарай тартып алуымыз керек. Яғни екі жақта жатқан түймені бір-біріне жақындастырамыз. Мінекей тура осылай етіп бір рет байлап алып, одан кейін тағы да тура осылай етіп қайта-қайта тартып, оның үстінен тағы байлап, тура солай етіп 3-4 қабат етіп байлап қоюымыз керек. Әр тартқан сайын бір-бір қабаттан байлап отырыңыздар. Сонда сіздің жастықтарыңыз түймесі бетінде әдемі тұратын болады. Брошка істеген кезде де тура осылай етіп айналдырып қойып, немесе жіпті тартылған сайын қаттырақ байлап қойыңыздар. Сонда сіздің түймелеріңіз немесе брошкаларыңыз жастықтың бетінде әдемі болып орналасады. Мінекей менде тура осылай етіп орналасты. Осымен біздің жастығымыз дайын. Ал мінекей құрметті көрермендер, біздің ең оңай схемалы буф жастығымыз осымен дайын. Сабақ сіздерге ұнаған болса, бізді жоғалтып алмас үшін бізге подписаться етіп, лайк басуды ұмытпаңыз.
үлкен размері керек болса описанияға мен инстаграмды қалдырып кетемін. Сол инстаграм арқылы сіздер басқа да сұрақтар болса да сұрай аласыздар.